Александр Македонский әлемнің көптеген елдерін жаулап алды. Ол Грекиядан бастап Парсы мемлекетіне дейінгі жерлерді өз билігіне қаратты. Бірақ скифтерді бағындыра алмады. Скифтер кең далада өмір сүрді. Олар өте жылдам атқа мінді және садақпен дәлетатын. Скифтердің соғысу тәсілі ерекше болды. Олар кенеттен шабуыл жасап, кейін шегініп кететін. Осылайша жауларын шаршатып, әлсіретіп отырды. Александрдың әскері ауыр қаруланған фаланга тәртібімен жүретін. Бұл тәсіл қала мен бекіністерді алуға ыңғайлы еді. Бірақ ашық далада жылдам атты әскерге қарсы әлсіз болды. Сонымен қатар, скифтер өз даласын жақсы білді. Олар табиғатты пайдаланып, жауды адастырып отырды. Скифтердің еркін өмір салты мен жеңіл қаруланған атты әскері оларды ұстатпайтын. Сондықтан Александр Македонский скифтерді бағындыра алмады. Бұл оқиға скифтердің еркіндігі мен батырлығын көрсетеді.